эле биз бүгүн бул теңдеуди калыптар әдісімен шешетін боламыз. Берілген теңдеу 7x қосылған 9y тең барды 106. Біз оны бір айнымалы өрнектеп арқылы өрнек жазатын боламыз. X-ті өрнектесек, бізде осындай өрнек шығады. Яғни бұдан біз 106 азайтылған 9y шетке қалдықсыз бөледі деген тұжырымдамаға келеміз. Оны біз қалыптар әдісімен шығаратын болсақ, осындай өрнекті аламыз. Және де кейін айнымалы сол жақта қалатындай етіп, ал санын оң жаққа шығарып, біз осындай өрнек жазамыз. Енді бұл екі жақты жетіге бөліп, осы екі жақтың қалдығын табамыз. 9y-ті жетіге бөлгендегі қалдық 2y, ал 106-ны жетіге бөлгендегі қалдық 1. Кейін бұны біз 4-ке көбейтіп, 7-ге бөлгендегі қалдық болатын өрнек 4-ге тең болатын етіп, екі өрнекті бір-біріне азайтамыз. Бұл бізде y-ті жалпы бүтін шешіміндегі түрі. Енді біз осы өрнекті жоғарыдағы y-ті өрнектегендегі өрнекке қоятын болсақ, бізде жалпы шешімі біздің x-ті жалпы түрдегі шешімін тапқандағы өрнек болып табылады. Яғни теңдеудің жалпы шешімі бізде осындай өрнектерге ие. Бұл бізде бүтін шешімдерінің жалпы түрі болып табылады.